Мына көрсем қазір түсіндіріп. Болды ма? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде обзорда мұндай перемычка жөнінде болады. Бұл енді бәрі біледі ғой, не үшін екенін. Прикурка берген кезде ғой, аккумулятор қазір енді салқын мезгіл басталды, күн суытты. Аккумулятор кімде әлсіз болады, сол кісілердің жаңағы проблемасы басталады. Машина от алмау, немесе жаңағы кілт қосулы қалуы мүмкін. Енді постоянно не болмайды ғой, енді бір причина постоянно бір причина бола бермейді. Сондықтан аккумуляторлеріңіз өліп қалған кезде, мұндай провод болмаған кезде, енді бұндай провод бәрінде бола бермейді ғой, жаңағы прикурка беретін провод. Сол кезде бізге көмекке мына кілт, енді кілт қазір бәрінде болады ғой. Енді осындай кілттер көмек береді прикурка жасауға. Бұның енді қазір қызметін көрсетейін. Бір жағынан лайфхак сіздерге. Так, бізге міне 16, 17, 18, 19 деген кілттер керек болады. 16-ны минусқа кіргізесіздер. Неғұрлым осылай тар болып кірген жақсы, контакт жақсы болады, тар қылып осылай кіргізсеңіздер, міне 16 минусқа жақсы болады, тар болып тұрады. 17 кілт мына неге тар кіреді, осылай қысып тұру керек қой. Осылай міне кіргізгеннен кейін енді ары қарай мына кілттерді енді басқа кілтті пайдалансаңыздар болады. Енді осылай міне қазір машинаға да көрсетеміз. Бүйтіп ыңғайлап алып келесіздер, міне плюстың тұсын алып келесіздер, минустың тұсын алып келесіздер. Алып келгеннен кейін жаңағыдай принцип бүйтіп кіргізесіздер және былай кіргізесіздер. Көрініп тұрған шығар. Мына кілттің өзінің бүйткен майсығы болады, сол майсығын төмен қаратасыздар ғой. Себебі так, мынау да төмен қарап тұр. Сосын алып бүйтіп осылай бүйтіп бір адам ғой, енді мына жағы түбін нығыздап кіргізесіздер. 16 минусқа жақсы кіреді, 17 плюске жақсы кіреді ғой. Сосын мына жерін бір адам былай ұстап тұрады. Осылай. Сол кезде жаңа перемычка проводтың қажеті жоқ. Қажет жоқ дегенде қажеті бар ғой, бірақ ол бәрінде бола бермейді. Болмай қалған кезде осылай пайдаланыңыздар. Бұл жақсы ақпарат. Сақтап қойыңыздар видеоны. Керек болады. Тағы айта кететін жайт, енді перемычка беру жөнінде. Мысалы, мұндай перемычка болған кезде де бүйтіп береді ғой, енді плюсті плюске береді, минусты минуске береді. Сонан кейін көбісінің жасайтын қателігі, ол қателік жаңағы прикурка беріп жатқан машина келіп берді, от алып тұр. От алып тұрғаннан кейін алады да сразу мына машинаны, мына прикурка беріп тұрған машина от алып тұрған кезде де алады да мына аккумулятор отырып қалған машинаның стартын қуып от алдыра береді. Мына от алып тұрған машина. От алып тұрған машина қалай болады? Дұрыс қой? От алып тұрған машинаны от алып тұрған күйінде мына машинаны алып та от алдыра береді. Ол дұрыс емес. Олай жасамаңыздар. Неге десеңіздер, мына прикурка беріп жатқан машинаның сіздер генераторын жағып жіберу мүмкінсіздер. Және де блок управление, ми дейді ғой, мозга дейді, ми дейді, миын жағып жіберу мүмкінсіздер. Және мидан басқа да көптеген электроника бар. Соларды жағып жіберу мүмкінсіздер. Өйткені скачок дейді, напряжение. Скачок напряжение болады мына от алдыруға келіп тұрған машинада. Себебі генератордың бұл білмейді, ондай негізі олай прикурка беруге арналмаған ғой, заң бойынша. Сол себепті мына от алдыру, мына машинаны от алдырып жатқан машина, сол машинаның генераторына нагрузка түседі. Генератор қалай? Нагрузка, ода ми жоқ, ой жоқ. Ол алады да жаңағы мына донор машина тоқты көп сұрайды. Бұл генератор жаңағы ішінде реле регулятор дейтін болады. Сол алады да жаңа тоқ жетіспей жатыр деп ойлап қалып, тоқты көп береді. Көп берген кезде
алады да мына жаңағы өзіне мына оталдырып жатқан машинаның өзінің в общем электропроводтарына, оборудованиелеріне барлығына жаңағы скачок напряжение болады да жанып кетуі мүмкін. Сол себепті тыңдаңыздар, келдіңіздер мысалы енді көбіне ағайындар беріп атады ғой, көбіне бұның көбісі прикорка бергісі келмейді. Қазіргі машиналар электроника ғой, тұрғанымен тлобойы. Ағайындарына хабарласады, ағайындары не істейді, көңілін қимай келеді, білместікпен алады да жаңағыдай. Енді біліп әдейі істемейді ғой, ешкім білместікпен істеп атады. Жаңағыдай беріп, сразу оталдырып жатады. Сол кезде 90% удачно болып жатады, но 10% жаңағыдай случайлар кездесіп жатады. Ондай случайлар кездескен кісілер болса, комментарий жазып кетсе болады. Сол себепті келдіңіздер, машинаны қойдыңыздар, плюсті плюске бердіңіздер, минусты минуске бердіңіздер. Жоқ дегенде 10-15 минут машинаңыз мына машинаның аккумуляторіне енді отырып қалған кезде, бұл енді 100% отырмайды. Где-то бір 60-70% отырады. Сіз келесіз де оталдырып 10-15 минут заряд берген кезде, бұл машинаның батареясындағы процент где-то 100% емес та, но 70-тен 80-90%-ке дейін ұлғаяды да. Сосын аласыз да, сіз өзіңіз машинаңызды сүндіріп тастайсыз. Сүндіріп тастаған кезде сіздің аккумулятордың күші бар, мына машинаның жаңағы алған күші бар, сол күшпен оталдырып жібереді. Солай оталдырыңыздар. Ал оталып тұрған кезде машинаны оталдырмаңыздар, өйткені жаңағыдай жанып кетуі мүмкін. Осындай ақпарат. Видео ұнаса лайк басыңыздар, подписка істеңіздер, қолдап кетіңіздер каналды. Рахмет баршаңызға.